сізді ойлаған арманыңыз орындалады. Өйткені мен сізге тағы да айтайын, ең бірінші 3D форматта пайда болу үшін сіз оның миыңызда ойлап энергияға айналдыруыңыз керек. Ол энергия үлкею үшін сіз сол эмоцияны, сол кездегі эмоцияны сезіну керексіз, сол өмірді сүру керексіз. Яғни дәл қазір менде бұл бар, қалағаныңыз қазір бар деген состояниемен өмір сүру арқылы сіз өзіңізге тартасыз. Бұл тартылыс қалай жұмыс жасайды? Сіз өзіңіздің жаңағы мақсатыңызды, ниетіңізді ойлаған кезде сіздің бойыңызда белгілі бір эмоциялар пайда болу керек. Мысалға, қуаныш, махаббат, өзіңе деген сенімділік. Бұл эмоциялардың өзіндік жиіліктері бар. Олардың жиіліктері жоғарылаған сайын, олардың энергиясы да жоғарыланады деген сөз. Бұл эмоциялардың ішіндегі ең жоғарғысы ол шүкіршілік болып саналады. Олардың жиіліктері туралы